Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сызықтық функциялардың графиктерінің өзара орналасуы тақырыбымен танысамыз. Сабақтың мақсаты: сызықтық функция графиктерінің өзара орналасуы, олардың бұрыштық коэффициенттеріне тәуелді болатынын негіздеу. Формуламен берілген сызықтық функцияның графигіне параллель болатын сызықтық функцияның формуласын табу. Берілген түзу мен қиылысатын түзудің теңдеуін табу. Балалар, сендер айнала қоршаған ортадағы параллель түзулерге, қиылысқан түзулерге өте көп мысалдар көруіңе болады. Мысал үшін, электр бағандары, теміржол рельсі және әртүрлі құрылыстарда, үй шатырының құрылысында параллель және қиылысқан түзулерді көруге болады. Өткен тақырыпты қайталау сұрақтары. Сызықтық функция қандай түрдегі формуламен беріледі? Сызықтық функция y тең kx плюс b түріндегі теңдеумен беріледі. Екінші сұрағымыз: сызықтық функция графигі қандай сызық болады? Сызықтық функцияның графигі түзу сызықтар болады. Бүгін біз осы сызықтық функцияның графиктері өзара қалай орналасатынымен танысайық. Бірінші, А түзуінің теңдеуі. Y тең K1 плюс B1 теңдеуімен берілсін. B түзуінің теңдеуі Y тең K2 X плюс B2 теңдеуімен берілсін. Бұл түзулер қай кезде беттеседі? Егер бұндағы коэффициенттері, бұрыштық коэффициенттері K1 мен K2 тең болса, және бос мүшелер B1 мен B2 тең болса, яғни K1 тең K2 болса, және B1 тең B2 болса, онда бұл функциялардың графиктері беттеседі. Міне жоғарыда модельмен көрініп тұр. Екі түзу беттескен, А және Б түзулер. Екінші жағдай: егер А түзуінің жаңағындай, А түзуінің теңдеуі A1 Y тең K1 X плюс B1 болса, B түзуінің теңдеуі Y тең K2 X плюс B2 болса, қай кезде параллель болады? Бұнда K1 мен K2 бұнда да тең болса, онда бұлар параллель болады. Жазамыз: K1 тең K2-ге. Және B1 B2-ге тең болмаса, онда бұлар параллель болады. Параллель болады. Үшінші жағдай, тағы да А түзуінің теңдеуі Y тең K1 X плюс B1, B түзуінің теңдеуі Y тең K2 X плюс B2 болса, онда қай кезде қиылысады? Бұл екі түзу K1 мен K2
К2-ге тең болмаса, онда бұл түзулер қиылысады. Осындай үш жағдайы бар. Осы тақырыпқа байланысты оқу тапсырмаларын орындаймыз. Алдымен білім лентаға мына сілтемемен берілген тапсырмаларды орындаңдар. Содан кейін оқулықтың 141 бетіндегі 23-1 мен 23-2 тапсырмаларды орындай қойыңдар. Қосымша тапсырма ретінде осы беттегі Б тобының 23-6 тапсырмасын орындай қойыңдар. Рефлексия. Осы сабақта мен нені білдім, нені үйрендім, және әлі де не түсініксіз деген сұрақтарға жауап берулеріңе болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.